Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Biz atış bir. Tағы бір өнерім бар. No, айғыр ғой, no. Тұра аласың. Көтеріл. Шамасаң көтін қинама деген бар. Бұрын тұра алатын қазір. Қалайсыңдар? Қайырлы кеш деп қоясың, короче. Бүгін күн деген енді бір керемет болып тұр. Ей, Айгүл, не істеп жүрсің? Ей, не істеп жүрсің? Білмеймін, үйде жүрген жоқпын, неғып тұрмын қасында. Сен неғып жүрсің? Ойнатып қояды, ойбой. Ойнатып қояды. Кән, қалай тұрын тағып етіп жүрші, кән? Кән, мәй жерде көрсетші, тұр ойшады, кән? Қысадың ба? Бізді түсінбей атыр, жүріп атсыңдар ма, дос болып қалыңдар ма, не болып атсыңдар деп, соны енді бүгін түсіндіреміз, түсіндіреміз болғанда біз өзіміз әлі білмей атырық. Ақыры жүріп жүрген жоқпыз. Негізі біз соңғы типа болып соңғы рет екеуміз айырылысқаннан кейін негізі одан кейін жүріп жатырық деп салған жоқпыз негізінде. Соны енді бірақ бүгін екеуміз де ойланып жатырық, доспыз ба, кім болып қалып кетіп жатырық деп. Соны бүгін отырып, бір асықпай сөйлесіп шешетініміз бар сияқты. Или асығып деген сияқты. Или асығып, Мен жұмыспен келген кезде обязательно мамаға келіп амандығын біліп, осылай бір контент жасап түсіріп кететінім бар енді. Мама айтады енді, тегін контент жоқ дейді. Давай. Давай деп қояды. Переводпен жіберем деген сөздің өзі уже қоянның суретін салдым деген сөз ғой. Ё-моё. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз, Құдай қаласа келесі апта келеміз. Дұрыс болыпты. Келулеріңмен. Мен келем. Сендер келгенше мен сендердің үйде отырам. Балтана ба? Мен осы түсінбей қалатын тамшы. Менің аудиториям жазып жатыр ғой, даже оқырмандар айтады, мамам вообще ұрсамайды ғой дейді. Көрсетемеден. Сүйінші достар, менің інім қырынды деп айтам дегенше уже өсіп жатыр ғой. Показывайсек, бәрі бүйтіп өтіп кетіп жатыр да. Ассалаумалейкум десем, ема братан сақал ұстанбай қалып жатыр. Декретке шыққаның құтты болсын. Декретке шығуды жыр екен ғой, 86 миллион документ. Дадите, куда встанете на учет, туда дадите. Хорошо? Қыздар, мен неке қиып, уже ерте біттік бүгін. Ерте басталып, күшті бір атмосферада негізі кейбіреулер таңғалып жатыр екен. Охо, сен неке қиясың ба, қалай деген сияқты. Мен кәдімгі ағаш бөлімінде істеген адамын қанша жыл бойы, және де 2 жылма істеген менді точно. Сондықтан егер сіздер балаларыңызды үйлендіріп, осылай выездная регистрация қажет болып жатса, смело хабарласа беріңіздер. Әйтпесе байқағаным, мен ол жақ тарапынан мүлдем өзімді таныстыра қоймаппын. Сондықтан біле жүріңіздер, егер осылайынан баламызды үйлендіреміз, бізге выездная регистрация қажет десеңіздер, баруға дайынбыз. Және одан бөлек бишілер барлығы бар, оны енді уже білесіздер. Қалайсыздар? Басымды басып сөйтіп жатыр ғой. Қандай мысалы мен бақыттымын да, әйел бақытты болса, в принципе, ер адамдар негізі бақытты. Қазір көбісі еркек адамдар түсінбейтін шығар, типа подкаблучник, адам бір жеріне кіріп жатыр деп. Мәселе ода емес. Адам енді қосылады ғой, үйленіп жатады, ерлер зайыпты болып жатады дегенде ғой. Надо поддерживать дейді, связька поддерживать. Соны түсінбейді. Бітті бірден көмектесіп қалсаң андай болып қаласың деп. Мен өзім семьямда ондай емес. Мен өзім кішкентай кезімде ыдыс жуып, тамақ істеп, оны көзқарасым нормально қарайды. Мен ондай қолым қалмайды реально деген. Осындай әшейін ерігіп жаза салатын адамдар түсінбеймші. Мен мысалы біреуді ұнататын болсам, оны в жизни көргім керек деген болса, қандай адам екенін білуім керек деген сияқты. Так что, бос ондай жазбаңыздар. Қысқа сұрақ қойыңыздар. Көрдіңіздер ма, бұл кісі өте қарапайым. Үстіп, қағанатта кеп тамақ жемейміз, Өз айтты. Қағанаттан пельмен. Қағанаттың пельменін жейіп ішеді, сол пельменге келдік міне. Алып отырмын. Ол келіп тұргенді. Ал біздер бүкіл отбасымызбен шықтық. Мына ұйықтап жатыр, қылжиып ал керек болса.
шаршаған таңертең сабақ барды ғой. Мына кешегі Айдынның берген как будто бар ғой, бір кәдімгідей бір машина атындай жақсы ұқсап тұр бүйтіп қарағанда да былай да. $1 енді $100 ғой. $100 ол бір штуктан 100 штук болып тұр ғой мына жерде да. Кәдімгідей бір машина атындай жақсы ұқсап тұр өйстіп. Кеше не істеп алғанбыз? Жасаған гүлінен үзіп өйстіп ақшаны жинақтап қойғанбыз ғой. Ебать, жатам. кімге ұқсап кеттің? Иттің дауысында еді. Аманғали. Аманғали. Соңына шықтық. Баланың метрикасы дайын болған шығар, бірақ 14-14-тен сообщение келеді деген. Ешқандай сообщение келген жоқ. Соған 5 күнде дайын болады деген, уже бір аптадан асып кетті. Өзім барып қайтпасам. Олымыздың бірінші документі. Бірақ күштеген негіз. Сәлем баршаларыңызға, Лаура екеуміз эфирға келіп қалдық. Бүгін барлығы әдемі костюм, шалбар, көйлек. Бүгін ерекше күн болып тұр не болса да, иә? Иә, не болса да ерекше. Бірақ біз білмейміз, иә, не үшін көйлек кигеніміз деп. Баршаңызға қайырлы таң. Бізде бүгін күн кәдімгідей жаңбырлы екен. Жанбек қалайсыз? Шүкір, жақсы. Жанбек, сізден мақырге квартира сұраса не істейсіз? Квартира менде мақырға сұрасам ма? Ай болмайды. Қиын болады, сол жерде тоқтатамыз да. Машина сұрасаш? Көлік, я, ол более нормально. Көбінен алтын, нелер сұраушы еді ғой. Негізі, я? Я, қол жетім. Енді жағдайын жетіп тұрса, алып берместікке. Ал, әңгіме тек, не хабар? Бізде енді қазір обед 1:30-ға белгіленген, потому что Айлара сабақтан келетін уақыт. Соған дейін ешқайсымыз тамақ жемей күтіп отырамыз. Сол Айлараны алып қайтуға кетті. Как раз Биканы да жібердім. Видеоға түсіріп алдым. Жаңа оқушы қызды. Бүгін еще Айлараның бассейні бар. Сол үшін мен қазір 1 сағаттың ішінде тез тамақты ішіп, оянып, сұланып шығып үлгеруім керек. Айлараның бассейнін тастап, әрі қарай маникюр, педикюрға кететінім бар. Ой, педикюр деп болған. Педикюр пока жасама деп айтты маған. Потому что тырнақтарың жұқарып кеткен. Содан өшім еттің ішіне кіріп өсіп жатыр деймін. Сондай ет. Нұрдәулет қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Нұрдәулет, сіздің ең бақытты кезіңіз өміріңіздегі? Ең бақытты кезім әжемнің пісіріп берген наны ғой. Кішкентай кезімде. Ауылда ма? Ауылда газ жоқ, андай прожектор светтер жоқ. Ғалымжан, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Ғалымжан, сіздің өміріңіздегі ең бақытты сәтіңіз? Ең бақытты сәтім мектеп кезінде бәрі қасында сондай кез. Жанбек қалайсыз? Жақсы.